Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен әдеттегідей боташка, өзіме түрі де дәмі де қатты ұнайтын булочки круассанның рецептісімен бөліскім кеп тұр. Мұқият қарап шығып, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, және менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. 2 жұмыртқа және жарты кеседей қант салып, 1,5 қасық тұз салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығы араласқан соң 1 ас қасық ашытқымызды салып араластырып 10 минут бетін жаба тұрамыз. Ашытқымыз сәл көпірген соң ерітілген жылы сары майымызды құйып араластырамыз. Енді қамырды илеуге кірісеміз. Ұнды ситадан немесе осындай сүзгіштің көмегімен өткізе отырып, аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Жалпы бір тағамды күнде жасап жүргенмен, ол әр күні әртүрлі болып шығады. Адамның көңіл күйіне байланысты. Сондықтан бүгін мен кішкене асығып жасап жатқандықтан қамырым қаттылау болып кеткен сияқты. Ал сіздерде де сондай болып жатса, ештеңе етпейді. Ол булочки круассандарымыз бәрібір жұмсақ болып шығады. Мінеки қамырды илеп болған соң, бетін целлофан немесе пищевой пленкамен жауып, жылы орап, 1-1,5 сағатқа ашытып аламыз. Қамырымыз ашып көтерілді. Енді оны ыдыстан босатып, 2-ге теңдей етіп бөліп, осылай ұзын сопақша етіп жаямыз. Қамырымыз міндетті түрде осындай ұзын сопақша болып шығуы керек, өйткені қазір оны ортасынан кесіп, әрі қарай видеода көрсетілгендей етіп, 3 бұрыш қылып кесіп шығамыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай 3 бұрышты формадағы қамырларымызды асықпай үстелдің үстіне тізіп шығамыз. Енді салмасын салуға кірісеміз. Мен 12% варенканы пайдаланатын боламын. Варенканы кішкентай қасықпен барлығына бірдей етіп салып шығамыз, сосын видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Сонда біздің булочкиларымыз круассан тәрізді формаға келеді. Енді духовкамыздың ыдысын жақсылап майлап, дайын болған круассандарды араларын сәл кеңірек ашып орналастырып шығамыз. Кейін ыдысқа 1 жұмыртқаның сары уызын салып, үстіне сәл сүт құйып араластырып, булочкидің бетіне жағып шығамыз. Булочки круассанды әсемдеу үшін ақ кунжут немесе макты қолдансаңыздар болады. Бүгін мен макты осылай бетіне сеуіп шығатын боламын. Енді 200 градус қыздырылған пеште булочкиларды 20-30 минутқа қойып, осылай қызарғанша пісіріп аласыздар. Ортасы піскен-піспегенін тіс таяқшаның көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Міне достар, булочки круассандарымыз дайын болды. Негізі салмасына варенкадан бөлек корица мен қант араластырып, немесе сгущенка, тіпті ештеңе салмай-ақ пісірсеңіздер де осындай тәтті жұмсақ болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.